Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағының төрттілік тақырыбының екінші сабағын бастаймыз. Оқулықтарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты амоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Қазақ тілінің сөздік құрамы мен сөз мағыналарын зерттейтін сала. Екінші, сөз мағыналарын атаңдар. Үшінші, синоним сөздерге мысал келтіріңдер. Ендеше балалар, амоним сөздердің ерекшеліктері мен ережесіне назар аударыңыздар. Балалар, қазақ тілінде кейбір сөздер жалғыз тұрып-ақ бірнеше мағынаны білдіруі мүмкін. Мысалы, таңғы жапырақтарға шық түсті. Балалар, бұл жердегі шық сөзі тамшы деген мағынаны білдіріп тұр. Яғни ол зат есім қызметін атқарып тұр. Ал екінші мысал, тездетіп жолдан шық. Ал бұл жердегі шық сөзі балалар етістік қызметін атқарып тұр екен. Немесе тағы бір мысал, Асқар жағын кеңірек ашты. Балалар, бұл жерде жақ сөзі адамның дене мүшесін білдіріп тұр. Яғни ол зат есім қызметін атқарып тұр екен. Келесі мысалда Асқар отты жақ. Ал бұл жақ сөзі етістік қызметін атқарып тұр. Яғни балалар, амонимдер дегеніміз дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары әр түрлі сөздерді амонимдер деп атайды екенбіз. Мысалы, жаңағы айтқан мысалдардан шық. Біреуі тамшы дегенді білдіріп зат есім болып тұрса, біреуі жолдан шық деп етістікті білдіріп тұр. Немесе жақ сөзі адамның жағы, яғни адамның дене мүшесі екендігін білдіріп тұрса, екінші мысалда отты жақ деп етістік қызметін атқарып тұр екен. Балалар, осы тақырыпты кеңірек түсінулеріңіз үшін тағы да мысал көрсетейік. Қара сөзін талдап көрейік. Қара сөзі амоним болады. Неліктен? Қара шалбарлы ұл бала кетіп бара жатыр. Яғни бұл жерде қара түсті білдіріп тұр. Шалбардың түсін білдіріп тұр екен. Зат есім, сын есім қызметін атқарып тұр. Зат есіммен тіркесіп, сын есім қызметін атқарып тұр. Ал екінші мысалда Айдос, қанеки, бері қара. Бұл жерде қара сөзі бері қара деп етістік қызметін атқарып тұр. Келесі мысал айт сөзі. Үлкендер айт мерекесіне кетті. Балалар, бұл жерде айт құрбан айт мерекесі екендігін білдіріп тұр. Зат есім қызметін атқарып тұр. Ал екінші мысал, сен маған шыныңды айт. Бұл жерде айт бірдеңені айтып беру, яғни етістік қызметін атқарып тұр екен. Жастық сөзін талдап көрейік. Арай жастыққа жатты. Балалар, бұл жерде жастық жатын орынға арналған құрал ретінде, яғни көпшік деген мағынаны білдіріп тұр екен. Диалектімен айтатын болсақ. Ал екінші мағынада жастық шақ қандай керемет. Бұл жерде жастық шақ деп адамның ең бір жас кезеңін білдіріп тұр. Ережені мұқият қараған болсаңыздар, мына тапсырманы орындаңыздар. Оқулықтың 59-шы бетіндегі оқылым мәтінінен амоним болатын сөздерді теріп жазыңдар. Ендеше балалар, тапсырмаларды орындап болғаннан кейін сабаққа рефлексия жасаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.